Қайдағы жұмыс? Сенің жұмысың енді осы ғой. Бәрін шетке сырып, бұл жобаға плотно кірісуіміз керек. Сенсіз қалай болмақ? Жұпар-ау, күйеуім келісті дегенің қайда? Деді шайына қақала жаздаған Индира. Иә, айттым, келіскендей болды ғой, деп күмілжіді Жұпар. Қыздар-ау, мені араластырмаңдаршы, өздерің істей беріңдер. Түсінгенім, Жұпардың биін интернетке салып отырасыңдар ма? Мейлі, оған көндім. Ашық-шашық киімдер киіп, шектен шықпасын. Жас емессіңдер ғой. Іс-әрекеттеріне жауап бере алатын, ақыл тоқтатқан жастасыңдар. Менің басқа тірліктерім бар, кетуім керек, деп Мақсат орнынан тұрды. Мақсат, сен түсінбепсің. Сенің кешке дейін жүріп тапқан 2-3 мың теңгең не болады? 4 балаңды қалай асырайсың? Бір күнде миллион табатын боласыңдар әлі. Тек менің айтқаныммен жүрулерің керек, деп оталып келе жатқан Индираға бұл күле қарап, миллион дейсің бе? Қарап жүрмей бірдеңені шығаратын әйелдерге таң қаламын осы. Не деген фантазияларың жүйрігей, деп басын шайқады. Фантазия дейсің бе? Алдымен қиял, сосын әрекет, кейін іске асады. Барлық нәрсе алдымен ойдан туған. Сен өзі Инстаграмды білесің бе? Ол жақта қандай өмір болып жатқанынан қабарың бар ма? Деді Индира түтігіп. Мақсаттың онымен салғаласып отыруға уақыты жоқ. Бүгін көлікті жөндету керек. Жарайды қыздар, мен қарсы емеспін жұмыстарыңа. Әйтеуір мынау түрлеріңмен ғарышқа ұшып кетпесеңдер болды, деді Мақсат жымиып. Ол кеткен соң айқайлап күліп алған Индира, мейлі, қазір кете берсін жұмысына. Кейін командамызға қосып аламыз. Ең бастысы, жобамызға қарсы болмады ғой. Мұның өзі жақсы. Так, ендеше бастайық деген ол білегін сыбанды. Қыз қайнаған жұмыс уақыттың өтіп жатқанын сездірмеуде. Парақшаға күнделікті пост, история салып, оқырман саны минут сайын артуда. Өз еркімен қызығып келген оқырман бар. Индираның ұйымдастыруымен жарнама, гиф арқылы келген оқырман бар. Әйтеуір кірсе шыққысыз парақшаның әлемі әдемі еді, тартымды еді, қызықты еді. Келген оқырман өзі ғана келмей, ізінен 2-3-еуін жетектей келетін. Иә, дегеннен Жұпардың өміріне қызығушылық оянды жұртта. Жарнамасы да жарып тұрды парақшаның. Сол арада ауылда жүрген 3 ұлын да алдырды үйіне. Олардың өмірлері тіптен қызық бола түсті. Кенжесін қолына көтеріп, қалған 3 ұлымен қатар тізіліп, бірдей киініп билегендері ерекше шықты. 4 ұлы бар әйелге ұқсамайсыз, жап-жас қыздайсыз деп таң қалғандар саны арта берді. Түсірілім тек бимен ғана шектелмеді. Жұпардың ас әзірлеуі, үйді жинауы, балаларына жеке-жеке көңіл бөліп ойындар ұйымдастыруы, ауылға арнайы барып, келіндік міндетін атқаруы, бәрі оқырман назарынан тыс қалмады. 4 баламен қалай үлгеріп жүрсіз? Мен бір баланың өзіне әбіршіп кеттім деген пікірлерге Жұпар марқайып шабыт ала түсті. Ал мақтаншақ екенсің, сен жасаған тірлікті мен де істеп жүрмін, бірақ көпшілікке көрсетіп мақтанбаймын сен сияқты. Түк те қызық емес, отпишусь. Үлкен балаң қап-қара, түрі жаман екен, кімге ұқсаған деген өресі таяздау жандарға сорлай, кетші бар парақшамнан деп жазып жібере жаздап, Индираның ақылымен әрең тоқтатқан өзін. Үйбай, олай жазба, не сөз ол сорлы деген? Саған қаншама адам көз тігіп отыр. Мәдениетті сөйлеп әдем жаза білуің керек сен. Ондайларға ештеңе жазбай блокқа қоямыз деп, хейтерлерді парақшадан алыстатып отырды үнемі. Келіншегінің күрт өзгергеніне Мақсатта қуанышты. Дәмді астың неше түрін әзірлеп, ұлдарына дұрыс тәрбие беріп, үйді айнадай тап-таза ұстап, өзінің де жұмысына уақыт тауып, күннен күнге құлпырып келе жатқан келіншегін Мақсат жаңа қырынан тани бастады. Парақшасына үңіліп несі бар? Өмірде, отбасында дұрыс тірліктер жасап жүр емес пе? Абырой өзіме де керек. Маған сене бер. Сені ұятқа қалдыратындай дүние салмаймын парақшаға, деген келіншегіне ол шүбәсіз сенді. Мен өз жұмысымды жасап жүре берейін. Еркек басымен сенімен бірге билеп мәз болмаспын. Мені мүлде парақшаңа салма деген талабын да орындап жүр ғой. Жұмыстан кешке келгенде видеоға бірге түсейік деп алғашқы кездегідей мазаламайтында болған. Иә, мұның ойынша Жұпар тек би өнерін ғана оқырманға ұсынып отыр. Ал күндіз түні не істеп, не қойғандары түгел жалпақ жұртқа жария болып жатқанынан хабары болмады Мақсаттың. Осы жұмысын бастағалы келіншегі бақытты. 4 ұлы да көз алдында жүр. Ең керегі де сол емес пе?
Ал жұпар Индираның нұсқауымен мен оны білдірмей сыртынан түсіріп алдым. Біліп қойса төбелес болады деп күйеуін байқатпай түсіріп парақшасына салатын. Индира парақшаның дамуына көп тер төкті. Кейде қона жатып жұмыс істеді. Видео түсірілім, монтаж, сценарий, есеп қисап, тағы да басқа жұмыстарды толығымен өз атқарды. О баста келіскендей, жұпар Индираның нұсқауымен өмір сүруде. О баста келіскендей түскен табыста теңдей екіге бөлінбек. Өйткені жұпарды бұл нөлден бастап көтерді. Жұпар бәріне келіскен. Табыс демекші, алғашқы жарнамадан түскен ақшаны санап алғандағы екеуінің қуанышын айтсайшы. Мейрамханадан тамақтанып, сән салонына барды екеуі. Міне, бұл екеуміздің алғашқы табысымыз. Жақсылап жұмыс істесек, әлі ақша санап үлгере алмайтын боламыз, деген Индира есеп қисап жүргізіп отырып. Хоббиімен айналысып, өмір сүргені үшін ақша табамын деп ойламапты жұпар. Ол тым бақытты еді. Әр таңда сергек оянып, түндерде қиял қуалайтын. Әнеу блогер сияқты үлкен үй салып алса ғой, өзінің дүкенін, сән салонын ашып, әр ұлына бір пәтер алып қойса ғой, арман таусылсын ба? Жұпардың арманы тым тез орындала бастады. Алла маңдайына есепсіз байлық жазғандай. Индираның ұйымдастыруымен әртүрлі жобалар, марафондар, жарнама, гиф, ойындар арқылы табысы күннен күнге еселене берді. Сәтті пайдаланып, онлайн дүкенде ашып қойды. Саудасы да дегеннен қыза түсті. Алғашқыда камерадан қашып, мойындамай жүрген күйеуін де күндер өте көндіріп алды. Мақсат та түсініп, қолдау білдіруге кірісіп кетті. Әрине оған оңай болған жоқ. Жұмысын тастауға намыстанып, біраз тулағанмен құйылып жатқан көп ақша ойынан тайдырып, қу көкірегін жеңдірді. Жаңа көлік сатып берген жұпардың айтқанына көнбеске амалы да жоқ еді. Парақшаңа мені салма деген талабы өз күшін жоғалтпады бірақ. Таксовать етіп жүрген жұмысын тастап, үй құрылысына кірісіп кетті. Жұпар арман еткендей зәулім үй салмақ. Жұпар инста парақшасымен мақсат құрылыспен арпалысқан қарбалас сәттер өтіп жатты. Семіздікті қой ғана көтереді деп бекер айтылмаған екен-ау. Арманы түрленіп, қиялмен күн кеше бастаған жұпар күннен күнге мінезінің құбылып, күрделеніп бара жатқанын өзі білмеді. Жұрттың әрбір жақсы жаман пікірі оның мінез құлқына да әсер ете бастады. Ол қаласа да, қаламаса да ой санасы өзгеріске ұшырап жатты. Жақсы пікірге өзін ең керемет сезініп, теріс пікірге күйзеліске түсіп қиналатын болды. Қалай десек те, жақсы пікірмен табынушылары көп оның. Индира айтпақшы, оқырман жұпарды жақсы көреді. Сонда да ішкі дүниесіндегі түсініксіз алай-дүлей бір сезім маза бермейтін болыпты. Бір сәт парақшасынан алыстап қалса, дүние тоқтап, ғаламда жалғыз өзі қалып кеткендей ауа қарманатын болған. Уақыт өте ол камерасыз ештеңе істей алмайтын ауруға айналды. Не істесе де камера үшін ғана қимылдайтын халге жетті. Ол тіпті балаларын камера үшін ғана айналып толғанып, қалған кезде оларға мүлдем көңіл бөлмейтін. Парақшасында ана мен бала айдарына қатысты қолама тәрбиелік мәні бар нақыл пост жазғанмен өмірде басқалай әрекет ететін. Басымды ауыртпаңдар, үндеріңді өшіріңдер деп бажылдап ұрсатын, олап-шолап ойнаған балаларына. Парақшасына отбасы, махаббат, күйеу мен әйел жайында керемет посттар салып, историясында күйеуін пір тұтып құрметтейтінін, сүйетінін жария еткенімен шын өмірде тағы да басқашалау еді. Ал мақсат әйелін барынша түсініп бағуда. Оған да оңай емес. Кімнің әйелі миллиондар табуда. Еркелігін, тентек мінезін көтереді ғой. Мейлі, тамақты бүгін ол емес, өзім-ақ пісіре салайын. Мейлі, баланы бүгін өзім-ақ шомылдыра салайын. Мейлі, ыдысты бүгін өзім-ақ жуа салайын. Мейлі, оның мазасын алмайын, шаршап жүр ғой. Мейлі, оны мен қолдамағанда кім қолдайды деген оймен мақсат отбасындағы өзінің үлкен тағынан түсіп, келіншегіне тапсырып жатқанын сезбеді. Кешегі шайын өзі құйып шалмайтын мақсаттың уақыт өте историядан тамақ пісіріп, бала жұбатып отырған сәттері жылт-жылт етіп көрініп қалып жүрді. Біздің менталитетке жаттау бұл көрініске сын айтушылар көп болды әрине. Әсіресе тамыр таныс ағайын арасында гу-гу әңгіме қайнады.
Бар болсаң көре алмайтын, жоқ болсаң бере алмайтын ағайынның өсегіне қызық тақырып табылғандай. Бастары қосыла қалса, талқылайтындары Мақсат пен Жұпар. Анау қатын құтырып кетті, бет-аузын бояп алып, қыдырып жүреді үнемі. Мақсатты ошақ басына отырғызып қойып, өзі не істеп жүргенін бір Құдай біледі. Әйелінің арқасында күнін көріп жүр ғой. Мақсат бейшарай. Тағы да басқа мысқыл әңгімелер өрби берді. Бұл отбасының жетістігін әркім әрқалай қабылдауда. Біреудің биікке шыққанына қуанатын жандар кемде кем ғой. Шын жанашыр, туыс, дос деп жүрген жандардың өзі қызғанышқа бой алдырып, іштерін қызыли тырнап жатты. Мысық тілеу дос-жаран мен бақталас ағайын оларға жазылған тек жаман пікірлерді терумен болды. Қашанғы тайраңдап жүреді дейсің, деп олардың сүрінгендерін тілеп те жатты. Тілеуін тілегендерден гөрі күндегендер саны көп болды. Не болса да бұл отбасының жарыққа шығуы айналаға бомба жаңалық, қызық тақырып болды. Алайда өзгелер екеуін күндеген сайын бұлардың тасы өрге домалай берді. Әрине, олар тек өз қара бастарын ғана ойламай, жақын туыстарына көмек беруді де ұмытпады. Бір бауырына көлік әперсе, біреуінің үйін жөндеуден өткізіп, енді бірінің еміне қаражат аударып отырды. Жасаған қайырымдылықтары камерадан тыс қалған емес. Жомарттық жасаған сайын жолдары ашыла берді, өздері биіктей берді. Күндер өтіп жатты. Жұпар арман еткендей үлкен үй салынып бітті. Үйдің үшін соңғы сәндегі жиһаздар мен дүниелермен жайнатып тастады. Әрбір затты сатып аларда эфирге шығып, подписчиктермен ақылдасып отырды. Жұртқа Жұпардың әр басқан қадамы қызық еді. Үйіне қандай зат алатыны, үйін қалай сәндейтіні бәрі қызық. Жарыса кеңестерін беріп отыратын. Иә, әйтеуір бір кем дүние ғой. Сөз тиді ме, көз тиді ме, кім білсін. Көп ақшамен шаңырақтың сыртын жалтыратып жамай бергенмен, іштей іргесі сөгіліп жатқанын олар байқамайды емес. Байқап жүр екеуі де соңғы кезде. Отбасына тым жайлы, келешегінің көңілін бағып қалған Мақсатқа қиын соғуда, бірақ сырт көзге білдірмейді. Балаларының көңіліне қаяу түсірмеу үшін, үйдегі берекені кетірмеу үшін көп жерде сабыр сақтайды. Әйтпесе, соңғы кезде Жұпардың күйгелек мінезі ұнамай жүр.